Мен номер 7 тұран мектеп-гимназия коммуналдық мемлекеттік мекемесінің бірінші сынып оқушысы Беркенбай Асылзатпын. Еліміздегі болған төтенше жағдайлардағы үйде бос отырмай бауырларыма ертегі айтып берем. Ертеде қызыл текпек деген қыз болыпты. Бірде оған анасы: «Қызым, әжеңе барыпты себеп базарлық апарып бер» деп әжесінің үйіне жібереді. Асып жеп қояды. Сол кезде жақын маңда жүрген аңшы у-шу естіп әжейдің үйіне жүгіріп келеді де қасқырдың қарнынан жарып әжесі мен қызын алып шығады. Аман есен қалған әжесі мен қызы аңшыға алғыс айтады.